Достар, егерде сіздер өмірден алынған ғибратты оқиғалар мен ислам дініне қатысты бұрын соңды білмеген қызықты әңгімелер тыңдағыңыз келсе, Құран тағылымы каналына жазылыңыз. Сондай-ақ әрдайым төменгі жаққа пікір қалдырып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіз. Неғұрлым көп көрермен жиналған сайын, соғұрлым қызықты әңгімелер шығады. Ендеше достар, каналға қолдау білдіріңіз. Күндердің күнінде Ахмет есімді тақуа жігіт болыпты. Ол ержетіп отбасын құрады. Оның алған жарының бойында адами қасиеті жоғары жақсы жан еді. Арада уақыт өтіп екеуі ұлды болады. Әйелі ұлына барынша жақсы тәрбие беріп, қасиетті Құранды үйретумен болады. Баланың жасы 5-ке толғанда кенет әйелі өмірден озады. Бала жетім қалады. Ахмет болса біраз уақыт бойы қатты қиналады. Бірнеше жылдан кейін Ахмет баласына жақсы тәрбие беретін жар іздей бастайды. Оның көзі көршісінің қызына түседі. Осылайша екеуінің арасында сезім оянып, көршісінің қызы жетім қалған Ахметтің баласына барынша жақсы ана болуға уәде береді. Сөйтіп көп ұзамай екеуі шаңырақ құрады. Расында Ахметтің екінші жары оның баласын қатты жақсы көріп қалады. Ол күнде баламен балаша ойнап, оның жақсы көретін тамағын пісіріп, онымен көп уақыт өткізеді. Себебі ол әрдайым пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның кімде-кім жетім балаға мейірім төге отырып басынан сипаса, оның әрбір шашының сауабын береді деген хадисті есте сақтайтын. Осылайша жетім бала жаңа ананың құшағында, бақыттың базарында өмір сүреді. Арада жыл өтіп, Ахмет жарының аяғы ауыр екенін біліп, өсіп келе жатқан баласына серік болатын болды деп қатты қуанады. Алайда оның әйелі жүкті болған уақыттан бері баласына қараудан қалады. Әйелі болса бар көңілін ішіндегі перзентіне бөліп, жетім баланың бұрынғыдай қамқорлығын алмай қояды. Ол жетімге қатысты пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадисін ұмытып, тұрмысқа шықпай тұрып, күйеуіне берген уәдесін де тез ұмытады. Бала болса тиісті қамқорлықты ала алмағасын, үсті басы кір, қарны болса жиі аш қалатын болады. Баласының азып тозғанын көрген әкесі әйелінің оған деген теріс қарым-қатынасын біліп қатты ұрысады. Алайда әйелі жауап қайтып былай дейді: менің ішімде 7 айлық балам бар. Енді мен бар көңілді осы балама аударуым керек. Оның үстіне мына балаға қашанғы қызмет ете беремін. Өзім болсам жүкті болғандықтан тез шаршап қаламын. Менің де өз балама көңіл аударар уақытым келді. Ертең бұл дүниеге келсе, мен бар уақытымды осыған бөлемін. Ал сенің балаңа қарай алмаймын. Қажет болса оны туыстарыңа немесе жетімдер үйіне беріп тастайық. Сонда балаларға жақсы қарайды деп естідім. Мұны естіген Ахмет қатты ашуланады. Сосын ол әйелі мен баласының арасында суық қатынасты көріп, әйелінің өзгергеніне қатты ренжиді. Содан кейін Ахмет өзі кешке дейін жұмыста болғандықтан баланың жағдайын ойлап, оны уақытша әпкесінің үйіне алып барып тастайды. Әпкесі болса баланы жақсы бағып қарай бастайды. Ертесіне Ахметтің әйелі кенет іші ауырып, екеуі ауруханаға барады. Дәрігер оған іште аяқ астынан бір өзгеріс болғанын айтып, баланы дереу босану керектігін ескертеді. Басқа шара болмағасын екеуі келісіп ота жасалады. Алайда баланың өмірін сақтап қалу мүмкін болмайды. Әйелі құрсақта ұзақ күткен бала үшін қатты қынжылады. Оның үстіне осындай жағдайдан кейін дәрігер әйелдің енді қайта жүкті бола алмайтынын хабарлайды. Ахмет болса, болар жағдай болды, енді жаратқанның ісіне не шара деп әйелін жұбатумен болады. Содан арада уақыт өтіп, әйелі болған жайды іштей саралайды. Сөйтіп, өзінің жетім балаға көрсеткен қиянаттың салдарынан осындай болғанын түсініп, тәубесіне келеді. Көп ұзамай ол Ахметке баласын қайта үйге алып келуін өтінеді. Себебі сол балада бір қайыр бар екенін енді түсінген еді. Расында Салман әл-Фариси исламды қабылдаған ең алғашқы парсылық еді. Шайтан оттан жаралғаны белгілі. Ендеше ол тозақта отқа қалай жанады дейді. Орнымнан тұрып тіке Мұхаммедке барып, оны өлтірер едім. Кенет судың бетіне үлкен кит келіп, пайғамбар алейхиссаламды жұтып қояды. Шын мәнінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кімге сенер сенбесін білмеген еді. Адамның сиыры өліп, мұңайып жатса, ол біз үшін қалай қайырлы болмақ деп долданады. Балам менің қолымнан қысып ұстап, әке, мен сізді қатты жақсы көремін деді. Тілім байланып сөйлей алмай қалдым.
Абу Лахаб Мұхаммедке пайғамбарлық келгенде діннің таралуына қарсы шыққандардың ең әуелгісі еді. Көшеде бір қолы толық кесілген кісі адамдарға маған қарап ойланыңдар ей халқым, және ешкімге зұлымдық жасамаңдар деп дауыстап жатады. Пайғамбардың жатқан денесін құшақтап маңдайынан сүйіп, өмірде де өлімде де нендей жақсы адам едіңіз деп өксіп жылайды.